құрметті талапкерлер, бүгін сахнаға шыққан әрбір балапандарға Алла тағала өмір жолын ашық етсін. Біздің қойған бағамыз бұл ештеңе емес. Негізі барлығын соны түсінуіміз керек. Алла тағала дәрежені көтеріп қоятын болса, ол иншалла Алла тағала өз бақыт қылып қояды. Сондықтан біздің бағамыз ештеңе емес, негізгі бағаны беруші халық. Енді Құдай қаласа бұл жаңадан шығып жатқан балапанның осы жердегі барлық балапандар жеңіске лайық. Сондықтан Құдай қаласа өмір жолдары ашық болсын. Ал енді мына бүгін біздің балапан кішкентай ғана Рауантайдың тұсауын кесуге дайындалып жатырмыз. Құдай қаласа осы Рауан балапанымыз Алланың сүйікті құлы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям қайырлы үмбеті болсын, ата-анасына көз қуанышы болсын. Осы алаш жұртына, қазақ еліне, дінге, ата-анасына қызмет қылатын салиқалы, ізгілікті ұрпақтардың қатарынан болсын. Осы қазақтың көк туын көкте желбірететін азаматтардың қатарынан болуды Алла нәсіп етсін. Енді негізі қазақтың салт дәстүрінде өздеріңіз білесіз екен, үш нәрсемен кешіп жатады. Бүгін осы Алла жік келген екен, осы біреудің Алла жігін аттамасын деп, Құдай қаласа торалықты, ізгілікті ұстанған ұрпақ болсын. Құдай қаласа бисмилля деп, тұсауын кессек онда. Ердос Қанаев, жігіттер тобының белгілі әншісі, бүгін кішкентай ғана Расул бабамыздың тұсауын кесті. Құтты болсын. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Тұсауынды кесейін, күрмеуіңді шешейін. Қаз балам, кәлекей. Шашсын. Қонақтар қандай шашыңыздар? Кішкентай балапандар теріп алыңдар. Құдай қаласа, сендер де керемет Ердос ағаларың сияқты жұлдыз болыңдар. Той құтты болсын. Мінекей ортамызда біздің Расулдың нағашысы, сиқыршы әлгі Самат мырза жүр мінекей. Самат Рыскелдиев. Самат Рыскелдиев, сиқыр өнерінің